Кеше тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызының жолдасы, Оқжетпес емдеу сауықтыру кешенінің президенті Қайрат Меркімбаев өмірден өтті. Айгүл Мүкей әріптесінің қайтыс болған жолдасын еске алып, естелігімен бөлісті. Менің құрбым Ләйлә Сұлтанқызы өзінің жолдасы Қайрат Меркімбаевтан, балалар әкесінен айырылды. Ол өзі жеке кәсіпкер болды. Кейін Оқжетпес емдеу сауықтыру кешенінің президенті болды. Ол отбасында 6 ұлдың кенжесі, әке-шешесінің сүйікті ұлы, ағайындарының бауыры бола білді. Туған өлкесі үшін көп жақсылық жасаған азамат. Туған жерінде мектеп, балабақша салдырды. Ол керемет әке бола білді. Жалғыз қызы Дәмеліні ұзатты. Ал Сардар мен Сағадат өтпелі кезеңге енді аяқ басты. Қайрат достар үшін мықты тұлға. Ол бірінші кезекте Ләйләнің жұбайы. Ол Ләйләні сүйетін, жақсы көретін, үнемі қорған болатын, өзін жариялағанды ұнатпайтын, бірақ өзінің сұлу әйелін қатты сүйді. Ал қазір сол адамды жер қойнына тапсыратын уақыт келді. Қайраттың жүрегі аяқ астынан тоқтап қалды, қорқынышты. Ең жақын адамыңды жер қойнына тапсыру қорқынышты. Ләйләға оңай емес, ол жақында ғана туған бауырынан айырылды. Енді Қайраттан күні кешеме мықты болудан шаршадым деген еді деп жазды Айгүл Мүкей Инстаграм парақшасында. Қайрат Меркімбаев отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Егер видео ұнаса каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс KZ каналы.